Бүгін мен мемлекет басшысына Қызылорда облысының әлеуметтік экономикалық даму барысын баяндадым. Аймақтың негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерінде 7 айдың қорытындысымен оң динамика қалыптасты. Атап айтқанда, тартылған инвестициялар көлемі 111,5%-ға, өңдеу өнеркәсібінің көлемі 105,5%-ға өскен. Мұнай қорының сарқылуы салдарынан мұнай өндіру көлемінің кемуінің орнын толтыру үшін сейсмикалық барлау, газ қорларын игеру жұмыстары қолға алынды. Инвесторлармен жұмыс қарқын алып келеді. Президенттің тапсырмасына сәйкес 215 миллиард теңгені құрайтын қуаты 240 мегаватт жаңа жылу электр орталығы салынып, 2025 жылы ел игілігіне тапсырылатын болады. Сонымен қатар, жеке инвестор есебінен 11 миллиард 800 миллион теңгеге Қызылорда қаласы әуежайының жаңа терминалының құрылысы салынуда, 2024 жылы ел игілігіне беріледі. Сырдария өзенінің жоғарғы ағысында орналасқан мемлекеттер арасындағы келіссөздер нәтижесінде су көлемі былтырғы деңгейден артты. Сондай-ақ күріш саласын дамытудың жаңа бағдарламасын ауыл шаруашылығы министрлігімен бірге әзірлеудеміз. Мемлекет басшысына баяндалған тағы да бір мәселе еңбек дауларын шешу. Аймақтағы ірі 49 кәсіпорынмен меморандумға қол қойылды. Алдағы уақытта қызметкерлердің еңбек ақысы кезең-кезеңмен арттыру көзделді, жұмыс орны қысқарту орын алмайтын болады. Қасым-Жомарт Кемелұлы өңірдегі тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуды қамтамасыз етуді тапсырды. Мемлекет басшысының тапсырмаларының бәрі уақытылы, сапалы орындалатын болады.